мысалы былай ажыратып алу керек. Зекет пен садақаны қалай ажыратамыз? Зекет малдың страховкасы, пітір адамның страховкасы, денсаулықтың. Садақа сенің жолыңның страховкасы. Жолың ашық болу үшін садақа бересің. Мал мүлкің күйіп кетпес үшін зекет бересің. Ауырып қалмас үшін пітір садақа бересің да. Біз қайтеміз? Жұма күні бардым мен 10 мың теңге беріп зекетке санайын ба деп тұрасың да. Жоқ, ниетіңді дұрыс ұстап ал, зекетіңді санасаң, ішіңнен ниетіңді ет, мен зекет беріп жатырмын деп. Біз садақамыз қайсы, зекетіміз қайсы ажырата алмай жүреміз. Ал содан кейін жылдың аяғында санамайсың да. Негізі үкіметке бухгалтериядан отчет тапсырып, налоговыйға отчет тапсырғаннан зекеттің отчеті қиын болу керек. Сен Құдайдың алдында отчетыңды дұрыс тапсыру керексің. Біз боқмұрын бухгалтерден, боқмұрын налоговиктен қорқамыз да, жоқ. Кеп жаныңды алатындай. Ана жақта дүние мүлкінің страховкасын жасамайсың да. Сондықтан зекет деген сол. Бұл талай менде, шынын айтайын, мысалдармен өте көп болған. Жаңағы пайда табасап, зекетті мен 3-ке бөлген кезде мен зекетімді бере сап, кетіп қап, ана екеуінің ақшасын ұрлап кеткен кездер болған, бермей қойған. Конечно, сен бермейдің. Талай ондай мысал көп менде.